Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама видеоларыма лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сіздердің комментарийларыңыз мен үшін өте маңызды. Мен бүгін осындай меренговый торттың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін жұмыртқаның таза ақуызын аламыз. Таза ақуызын құрғақ ыдысқа бөліп аламыз міндетті түрде. Ыдысымыз құрғақ болу керек. Дұрыстап сүртіп, миксерімізді бәрі құрғақ болу керек. Ең басты шарты бұл. Ақуызды осылай салып, кішкене тұзды қасықтың ұшымен тұз салып, жайлап орташа скоростьта миксерімізден соғып бастаймыз. Бұл ақуыз бен тұз екеуі араласып, кәдімгідей көпіріп, пена кәдімгідей жеңіл көпірік пайда болғанша соғамыз. Оған дейін қантты салмай, осылай өзін соға береміз. Пивной пена дейді ғой, пивной пена. Сонда міне осылай болып, осылай көпіреді. Осы кезде ғана қантты біз көпірі көрініп тұр. Осындай кезде қантты біз 4 бөліп саламыз, жарт-жарт құттай-құттайдан сала отырып, 4 рет бөліп, қантты осылай салып, миксерімізбен соға береміз тортымызды. Әбден қойылғанша соғамыз. Міне жұмыртқамызға ақуызы кәдімгідей қойып қою болды. Қолмен ұстап қарадым, ортасында қанты жоқ. Енді крахмалымызды салып, сәл ғана бір 20 секунд пе, 30 секунд пе жай скоростьта айналдырып аламыз араласқанша. Міне біздің ақуызымыз, яғни тортымыздың дайын болды. Осыны жайлап тағы да бір астан үстіне қарай басып алмай жайлап араластырып аламын. Енді осыны дәл 4 бөлікке бөліп аламын. Осындай кондитерлік мешокқа мен өлшеп 4 бірдей бөлікке бөліп аламын. Осы жерде жақсы пергаментный бумага аласыздар. Жақсы качественный болу керек, себебі безе жабысып қалуы мүмкін. Енді соған осы 4-ке бөлген бөліктерімізді, безелерімізді үстіп бірдей қылып құйып, және жан-жағын тегістеп, бетінің тегістеп жібереміз. Форманың диаметрі 18-20 диаметр. Осылай дайын болған безелерімізді духовке саламыз. Оларды бірден-бірге салуымыз керек. Күте тұрады, бір-бірлеп пісірем деген болмайды. Бірден 140 градуста 35-40 минутқа пісіріп аламыз. Міне осылай менің меренгілерім бәрі пісіп шықты. Қазір кремін дайындап, тортымызды құрастыратын боламыз. Енді осындай творожный сыр, крем еттім, мамиль еттім, өздеріңіз қарайсыздар. Және 33% сливки. 200 грамм 33% сливки, 500 грамм крем етті. Маскарпонемен де тамаша шығады, егер жасасаңыздар. Және де 50 граммдай қант салып, немесе қант ұнтағын салып, жақсылап әбден қою масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бірінші жай скоростьтан бастаймыз. Мен содан кейін күшейте келіп, міне кремім дайын болды. Қою осындай қоймалжы масса болды менде. Енді торттарымды жинаймын. Бұл кремді де мен 3-ке тең бірдей 3 бөлікке бөліп аламын. Кондитерлік мешогыме салып алдым. Басына осындай буфетбайдың насадкасын салдым. Кез келген насадка бара береді. Насадка сізде тікелей жағып, қасықпен тегістей салсаңыздар да болады. Міне осындай қылып айналдырып жүргіздім де, ортасына қалған кремді қасықпенен жағып, осылай бөліп салдым. Осылайша барлық қазір 3 тортымды осылай жинап шығамын. Дәмі енді керемет болады. Бұл шаймен де өте жеңіл, құрамында ұны жоқ. Өте жеңіл торт. Как мороженое сияқты тұрады. Егер морозильникке салып жейтін болсаңыз, мороженое сияқты болады дәмі дейтін, кәдімгі керемет болады енді.
осылайша торттардың бәрін жинап бетіне салғаннан кейін қалған астатық креммен айналдырып, осылай сәл ғана крем қалдырдым бетіне әдемілеуге деп, қалдырмасаңыздар да болады. Осылай салып шықтым қалған кремнің бәрін. Енді бетіне құлпынай қойып әдемілейтін боламын. Осылай өз қалауымша осылай әдеміледім, салдым. Енді мен оны 1-2 сағатқа холодильникке қойып қоятын боламын. Кескен кезде тағы да фотосын түсіремін. Осындай әдемі керемет торт шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен 1-2 сағаттан кейін оны кесіп сізге в разрезе көрсетемін.